да. Мынаны аламын да. Ну все. Мына менің ақшамды құртып жатыр. Бензинде бір таусылып қала берді ғой. Так, мына жақта вообще бензин төлейтін жақ қайда вообще? Касса қайда, то есть? Менде переменный осы жерде құпия жер бар деген болады. Бұл не? Жаңбыр жауып кетті тағы да. Ё-моё. Ой-ой. Мәссаған. Мына жер немене? Мәссаған. Мына жер вообще немене бар ма мына жер? О май гад. Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Мики. Бүгін бізде осы Брюхавеннің бір түрлі және де қорқынышты құпияларын ашуда ары қарай жалғастыра беретін боламыз. И және де мына мен қай жақтан шыққанымды білмеймін, бірақ жағымның бәрі окей. Достар, жалпы осы Брюхавен точно кішкентай балаларға арналған ба, мен оны білмеймін. Яқты бірдеңе жазып кеткен еще. Ол не екенін білмеймін еще. Не воды. И алло. Ладно, мында еще істемейді. Мында бірдеңе жасау керек жалпы. Бұл не? Так, достар, мен вообще түсініп отқан жоқпын. Мына үшіншісін қою керек. Осы қақта ол. А24 оны қазір мен Google'дан іздеп көріңдер, А24 не екен. И потом мен шығып кетейінші болды. Жалпы мынау бірінші құпия. Ал енді үшінші құпия. Алдыңғы бөлімде егер көрмесеңдер, қазір көріп кетіңдер. Мен қазір қашып кетейін. Ой. Тай, алда қашып кетір. Қанеки кеттік. Ал бізде келесі құпия. Ол қазір көрсем, ол келесі құпияны неше кеттік. Достар, келесі құпия бізде ол осы үйде. Яғни мен осы галочка тұрған үйде бізде құпия бар. Жалпы осы үйде вообще бізде құлып жоқ, көріп тұрғандарындай. Сендерге екінші этажға шығып көрсе, яғни сейф жоқ вообще бұл жерде. Мына жерде де жоқ, бұл жақта гардероб бар, переменно, бірақта. Ойбай, бірақта вообще сейф бұнда жоқ. Міне гардероб бар, бірақта сейф жоқ. Мынаның ішінде жоқ, короче. Енді сол сейф қайда деп ойлайсыңдар? Оны әрине мен айтайын. Осы әне бізде келмесіңдер, осында бір осындай тұр. Енді мен қазір сендерге көрсететін болам. Ойбай, алтыш келгімсі. И және мына жақта бізде бір баспалдағы алу керек. Баспалдағы қадеттегіде. И оны осылайынан қойған кезде ол емес мына жаққа. Молодец. Енді біз оны наяқташқан кезде осылай шығып кетеді да, короче. Біз мұнда сейфқа келеміз. Яғни и потом мына үйді сендер спокойно тастап кетсеңдер болады, құлттамай. Әрине осыдан кейін осы алғанда обязательно құлттап кету керек. Өйткені бұл опасно. Так. И потом осылай. Вот, и сендер көрдіңдер бұл үйдің секретін. Бүкіл үйде құлып болады. Если жоқ, бірақ сейф болады, то есть құлып емес. Сондықтан да осы үйлеріңе абайлап жүріңдер. Және де көбісі осында құлыптау тұрған үйлерге кіріп кете аладыз. Енді сендерге ол құлыптанған үйлерге қалай кіру керек екенін көрсететін боламын. Мына екі үй бірдей екен, құлыптанған ба? Я, как раз құлыптанған. Енді біз қазір бойымыз кішірейтіп аламыз. Және де біз қазір артық затты алып тастаймыз сіздерге. Және де біз мына жақта бір пакет па, қайден армянский пакет. Міне все, оны аламыз. Және де кіріп кетеміз үйге. Все, достар, бітті. Осылайынан біз дейтін любой үйлерді тонап кете аламыз. Бұны жалпы бір шамадан біледі деген ойдамын. Бірақта білмейтін адамдарға керек болсын. Және де так, енді маған қайтын динамит алып бұлана ақшасын атып қашып кетеді. Достар, маған қызық болыпты сол. Такс. Короче, мынаның бәрін есі көрмей тұрған кезде мен алып кетем керек. Әйтпесе мен жаным шығарайын деп тұр ойым. Так, здесь зорлап кетсек.
Қайдан әдісін? Так, статистис болмай қатықып қалыппыз. Кеада үйдің иесі келуі мүмкін. Бірақ та бізге бәрібір статистис болш. Неге айдалаға атып атсың? Ё-моё, статистисін үйттің күтсе екен. Так. Бұрын кішкене осыны видеоны сызатырайық. Так, келілтқан жоқ па? Давай, нормально жекалақтырш. Давай. Все, достар, біз үйт тоңдадық. Және енді алды-артымызға қарамай қашамыз. Енді достар, біз қайда қашамды білмеймін жалпы. Әйнше кеттік велосипедпен біз таберек қолымызға ақшаны алып. Байық сен енді сендер енді осылай үйде тоңдай аласыңдар. Енді бізде тағы да бір нәрсе бар, ол банк. Көбінесе ұрлықшылар бізде банкты қалай ашарын білмейді. Енді мен сендерге қысаны қазір айтып беретін боламын. Так, бізге ана жақта ой банк. Ладно, барып алайық соған. Және енді біз банкқа келдік. Егер білмейтін болсаңдар, мұнда біз карточкамызды қойсақ. Так. Мінекей бізге автоматически ақша береді осылай. Вот, ұрлықшылар ақша құртпай осылай істеулеріне болады. Негізі бастарын істетсеңдер болды, главное. И потом мынақта бастап бізге ештеңе бермейді екен, окей. Және де достар, мынаққа біз кірген кезде осылай есік тұрады. Бірақ ол есікті қалай ашу керек? Әрине бұл құпия емес. Міне оны осылай аламыз карточканы. И потом осы жақта тұрады. Көрмей қалмайсыңдар, ол обязательно осы жақта тұрады. Бүйтіп осыны жұмыс істейтін адамдарда. Және де біз оны бүйтіп ашқан кезде осылайнан есік ашылады. Және де мынаяқты біз сендер үшін түрмеге кетуге сәл қалып жатырмын. Енді динамитпен жарған кезде әдеттегіде мынау алады да бүйтіп алып қашып. Егер сіздерде карточка болмай жоғалтып алсаңыздар, міне осындайдың. Онда былай жоғалтып тастап, қалай кіресіз, қалай шығармаларыңызды білмей отырсаңыздар, сіздерге қазір айтайын. Полицияшыр ғой, ё-моё, қазы жаман болады. Осы жаққа кіреміз, және де біз осылайдан прямой кетеміз да. Прямой жүрген кезде, ана полициялармен істемей тұрған кезде, біз осылай шығамыз да. Қайсетін олма? Мынақтан шығып кете саламыз, бітті. Иә, бастар істейді адам, бұған ешқандай қиналмайды деп ойлаймын. Және де біз осылайнан так, енді мен метроға отырып кете салайын. Және де бұл метроға көбісі отыра алмай жүр. Қасындерге сол метроны айтайын. Мысалы, біз мына жаққа отырған кезде, мысалы, мен мына өткен мен үйімдегі метро сол жақта. Так. Мысалы, біз мына жақта шыққан кезде міне вот келдік. Ал кейбір адамдарда олай істемесе, сіздерге қазір айтайын, қалай істеу керек екенін. Мысалы, қалаға кеттік. Осы жүргізушінің орнына отырғанда сіздерде автоматически істейтін болады, қорықпай қойыңыздар. И және де бізде окей, мына жақта істей берейік. Давайте біз қалаға барайық. Енді бізде осылайнан кішкене видеоны соза тұруға. Так, опа. Вот, егер мына жақта сіздер екеуі де істелмей жатса, екі адам болып отырып аласыздар да бір остановканы басасыздар. Әрине бұл сол кезде ғана істеу керек, просто мен қасында адам жоқ, сіздерге көрсете алатын. Енді кешіріңдер. Так, все, мына жақта бізде Роза деген сәлем, Роза 12-18-де ма қаншасыңыз. Ладно, мен шайшы көп сөйлемеймін. Фау, мына жақта байлар не жүр ғой қылем. Окей, енді келесі мен сендерге қандай лайфхактарды көрсететінімді білмеймін. Өйткені бұрқабінде бұдан да басқа қорқынышты заттар және бір түрлі лайфхактар бар. И потом Симба дейді. Алтын жырсы. Так. И мына жақта достар көбінесе бір адам семья ойнайды. И потом неше түрлі сериалдар, бірақ та ол егер сіз адамды қуып тастағыңыз келсе, оны аласта өлтіріп тастайсыз, сосын ол біз мына шыққан кезде ол мына үйге кіре алмайды, ол да бет қып-қызыл болып тұрады, короче, и потом ол кіре алмайды вообще.
егер бір түрлі болып жатса солай істейсіз. Ал егер сіз байқаусыз да оны өлтіріп кіргіземін десеңіз, жаңағы бүйтіп қолын лайк тұрады ғой, соны басасыз, короче. Жақсы, онда мен онда үйге барайын. Бір шама лайфхактарды көрсеттім. Сен кімсің? Кто-то дружит. Сен кімсің? Привет, деда. Привет. Кто ты? Так, енді... Меня 6 лет дейсің, я? У тебя есть мама, дед? Я, конечно, welcome. Да, конечно. Ой, кини такой. Конечно. Енді алдыста кішкене лайфхактарды қоя тұрайық та ал енді сөйлесейік. Не, ойында емес дейді. Нет, ойында жақын жауабы. Мне полицияның киім алып барып тұр мен. Өйткені жаңа бірнеше заттар тоңып кеттім. Го, я деді. Давай. Давай. Ал достар, бізде мама болып кетті, мама папа айтты, можан көбінесе семья болып ойнаймыз деп. Мен осы бойын кішірейтіп алған кезде көбінесе Соня дейді, мен Микки. Ютубермін. Үйге ашайын ба? Мен бәрі сейфтің тоны алмайсың деп ашай берейін. Бас десе ол ашып тастайды негізі. Соня. Қармаш деген орысша қалай еді. Так. Мен телевизор алайыншы кішкене. Опа. Дай көрсетші, мама. Йоху, мен сияқты ешкім жете алмайды. Сене так, оху. Так, мама, қалайсың? Мама. Тебе сколько лет var? Менде мама, шынын айтсам, 11-демін. А тебе реально? А мне 12 тебе. Круто, держи, разум. Круто. Ал енді достар, өзім яқты диалог болып жатыр. Если что, ты казах деп жүргенші. Ты казах. Не дейді? Ты есть телега или... Я дейді. Не. Я тегін ма? Не. Я русская. Қазақ бар ма? Окей. Мен қазақпын, бірақ та орысша білеміз. Тупой емеспіз өйткені. Чего дедім, чего так. Теле дейді. Тебе матели. Қазақ. Есть. Не жазып жатыр, мен дым түсіп жатқан жоқпын. Так, күшті тұрайықшы. Круто. Если 12 дейсің ба, дұрыстап жаза алмайсың да өзің, так. Вообще что-то. Мама, кеттік. Арамыз бір жас екен. Рахмет, сондамын 11-ге толамын. Так, онда, достар, онда мамамен бірге жүрейік па, не істейміз дейді. Ой, не дейді? Go your house. Построю. О, давай, так. Достар қалса кіресің ба дейсің. Так, короче, енді достар, біз хаус ашамыз, короче, ой.
Мама, бери. Мен саған. Мама! Я мынадан друзья жіберейінші ал. Короче, new friend. Ё-моё, урок сидит, так урок. Икона дейді. Ну, жоқ, Никона емес. Никона емес, бізге сонда керегі. А, фотосы. Иди, дейді, а, келятыр, не ол. Иди сюда. Келдім ғой. Хаосы жұртында не болды? А, кстати, достар, менде тағы да осындай бір секрет бар, сендерге көрсетіп жіберейін. Ұмытып кеттім, осы сияқты да бізде кітаптарын біреуін ашқан кезде бүйтіп подвал болып кетеді. Және қасын жек көрсетейін. Так, не қайда, үй қайда? А, вот осы. И және де қасыра. Так, мен қазір күте тұршы, мен қазір керем. Так, мына есі жоқ тұпта етеді. Кетірем, мен қазір видеоны аяқтап жүрейін. Ой. Еще люди хаос пишите, я dit. Ja! Ja. Окей. Аяқына чатқа қарадыр, я дейді. Еще люди. Дом 20 дейді. Йоқ, онына осы хаос асып кеткен ғой. Рахмет көп. Окей. Енді достар, мен сендерге қазір көрсетіп жіберейін осы үйдің секретін. Анау қазір чуть күте тұрсын. Содан кейін біз ары қарай ойнай береміз. Так, достар, мен осы кішкентай кезінде ойнап жүрген кезде осы ойды мені қамап тастаған осы жаққа. Қай жер еді, бірақ мен көтеріп алды да, бүйтіп бір жаққа лақтырып жіберген. Так, болға жердік. Так, қай жер ол? Окей, болды. Достар, сендермен бірге болған мен Микки, және де бүгін менің қасымда Соня, бірақ та ол рас. О, достар, все, бізде хаос. Привет, деді. Не берем, так. Ёкаманы. О май гад. Жақсы, достар, онда сендермен бірге болған мен Микки, және де бүгін бізде хаос осындай күшті достар хаос деуге де болады, бірақ та бұл друзья хаос, короче, друг хаос. Жақсы, сендермен бірге болған мен Микки, сау болыңдар.